Алтынсариннің «Дүние қалай етсең табылады» әңгімесі қазақ балаларына арнап өзі құрастырған оқулыққа енген өзге тілден аударылған шығарма. Әңгіме француз жұртының білімді адамнан деп басталып, Антон деген жол бойында қайыр сұрап отыратын тіленші жігіт туралы баяндалады. Бірде кездескен жолаушы Антонға ақыл беріп, мысал мен өз басынан өткен жайды өзгеге үлгі етуінің сыры бар. Онда ол еріншектіктен арылып, жалқаулыққа салынбай еткен еңбек, төккен тердің арқасында бақуатты жағдайға жеткенін, балаларына жасынан бос жүруге қиналмай мал табуға үйретпегендігін, өз қайратымен тұрғызған екі өндіріс орнын балаларына бергендігін айтады. Осы айтқанымша, машақаттанудан қашпасаң, сен де бай боласың, Антон, деп айтқан жолаушы кісінің тілін алған Антон ерінбей еңбек етіп, маңдай термен жақсы тұрмысқа жетеді. Бұған куә болған шетелдік әңгіме авторының көргені мен түйгені, еңбекті сүю, одан қашпай, дүниені еткен еңбек, төккен терден сұрау керек деген оймен тұжырымдалады.